Сәлем достар, бүгін біздер Наполеон тортын жасайтын боламыз. Каналға лайк басып және подписация етуді ұмытпаңыздар. Қол жетімді заттардан жасалады және өте дәмді. Жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін біз бір дана жұмыртқаны 200 грамм стаканға салып араластырамыз. Оның үстіне стакан толғанша су құямыз және араластырамыз. Оның үстіне бір ас қасық уксус құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ыдысымызға осындай 200 граммдық кесемен 3 кесе ұн саламыз. Ұнымыздың үстіне морозиліктен шыққан майымызды чұрқадан өткізіп аламыз. Осылай чұрқадан өткізіп болған соң, оны жақсылап қолмен илейміз. Ұнымызға әбден майымызды илеп болған соң, оның үстіне жаңағы стакандағы суымызды құямыз. Осылай етіп илеп, қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Оны осындай бірдей бөліктерге бөліп, морозильникте жарты сағат қоямыз. Одан артық жарты сағат өткеннен кейін оны холодильникке ауыстырып, шетінен алып, нанымызды жаямыз. Қамырымызды илегенде көп ұн салмаған үшін тек ұнның дәмі шығып тұрады. Нанымызды осылай етіп, өте жіңішке жұқа қылып жаямыз. Жайып болған нанымыздың формасын біркелкі қылу үшін осындай бір ыдысты алып, оны айналдырып кесіп аламыз. Айналасындағы нандары бізге керек болады, оларды бірге осылай пісіреміз. Осылай жайған қамырларымызды противенімізге салып аламыз. Қамырымыздың үстін осыда видеода көргендеріңіздей кесіп аламыз. Қызып тұрған қамырымыз дайын болғанша кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге крестьянский майымызды аламыз. Оны жақсылап миксерлейміз. Оның үстіне 2 банка сгущенкамызды қосамыз. Екеуін қосып миксерлеп, кремімізді дайындап аламыз. Креміміз осымен дайын болды. Бірінші нанымыз дайын. Міне осылай қылып үлкен ыдысқа салып аламыз. Корждарымызды бөлек алып қоямыз. Ол бетіне себуге керек болады. Нандарымызды пісіргенде бір пергамент қағазын қолдана беруімізге болады, барлығына да жетеді. Осылай дайын болған нандарымыздың үстіне кремімізді жағып, үстіне салып, арасына кремді жағып тұрамыз. Барлық слойларымызды жағып болғаннан кейін үстіне манағы артық қалған корждарымызды ұнтап салып аламыз. Осымен тортымыз дайын. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.